Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы мәліметтер форматы. Сабақтың мақсаты деректердің типін жіктеу. Кестенің ұяшықтарына мәліметтердің келесі үш типінің біреуін ғана енгізе аламыз. Олар сан, формула, мәтін. Егер енгізілетін символдар тек цифрлардан құралса, онда оны санды типке жатқызамыз. Кез келген формула теңдік символынан басталады. Егер бірінші символымыз әріп немесе апостроф болса, оның типі мәтін болып қабылданады. MS Excel электрондық кестесінде қарапайым мәтін ұяшықтың сол жақ шеті бойынша, ал сан оң жақ шеті бойынша тураланады. Мәліметтерді енгізу Enter пернесін басумен жүзеге асырылады. Енгізілген мәліметтерді ұяшықтан алып тастау үшін немесе ұяшықтың бастапқы мәндерін қалпына келтіру үшін Escape пернесін басамыз, немесе формулалар жолындағы болдырмау батырмасын шертеміз. Excel'де енгізілген санды мәліметтер автоматты түрде ұяшықта оң жақ шетте орналасады. Оқушылар Excel бағдарламасында ары қарай жалғастырамыз. Қатар тұрған ұяшықтарда бір формула көмегімен автоматты түрде есептеулер жүргізу үшін, мысалы, белгілі бір есептеуді орындау үшін бір ғана ұяшыққа формула жазу жеткілікті. Қалған ұяшықтарға формуланы автотолтыруды қолдану арқылы жылдам есептеуге болады. Мысал ретінде екілік көбейту кестесін жасап көрейік. Алдын ала мәліметтерді енгізіп аламыз, одан кейін формуланы жазып аламыз. Қалған ұяшықтарға Е бағанына автотолтыру әдісін қолданамыз. Enter батырмасын басамыз және формула жазылған ұяшықтың төменгі жағынан тінтуірмен төмен қарай сырғытамыз. Мінекей оқушылар, формула автоматты түрде ұяшықтарға толтырылды. Енді ары қарай айлар, апта, күн тізімін енгізіп, автотолтыруды қолданып көрейік. Ұяшыққа бірінші элементті енгізіп аламыз және Enter батырмасын басамыз. Және тінтуірдің көрсеткішін басқарушы элементке қойып, оны сол жақ төменгі бұрышынан төмен қарай жылжытамыз. Оқушылар 60-шы беттегі 3-17 суретті қарастырып көрейік. Түсінікті болу үшін әуелі біз сөздерді енгізіп алдық. Енді тізімдерді автоматты толтыру. Мысалыға 1, 2, 3 сан енгізіп аламыз және белгілеп автомат түрде толтырамыз. Мінекей. Астыңғы жағына натурал сандар тізбегін автоматты толтыру. Натурал сандар тізбегін енгіздік, енді белгілеп аламыз, одан кейін белгіленген ұяшықтың төменгі жағынан тінтуірмен сырғытамыз. Мінекей балалар. Келесі ай аттарын автоматты толтыру. Бірінші ұяшықты белгілеп аламыз және дәл жаңағыдай әдісті қолданамыз. Мінекей барлығы бізде орындалды. Енді ары қарай 61-ші беттегі 3-18 суретпен 3-19 суретті қарастырып көрейік. Ұяшықтарды санымен автотолтыру. Әуелі біз A1 ұяшығына 10-ды енгізіп аламыз, A2 ұяшығына 20-ны енгізіп аламыз. Және енгізген мәліметімізді, яғни ұяшығымызды белгілеп алып, автотолтыру арқылы тінтуірдің көрсеткішін басқарушы элементке қойып, төменгі бұрышынан, яғни A10 ұяшығына дейін төмен қарай тартамыз.
Мінекей ұяшығымыз санымен толтырылды. Енді осы толтырылған A1 және A10 ұяшығындағы сандарды автоматты түрде қосу үшін ұяшықтарды ерекшелеп, мына көрсетілген автосумма батырмасын басамыз. Мінекей бізде ұяшықтар автоматты түрде қосындысы шықты. Келесі ұяшықтарға формуланы автоматты орналастыру. 61-ші беттегі 3/20, 3/21 кестені қарастырамыз. Бізге теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы өзгерген 10 күн аралығы берілген. Айырбастау пункттерінде 10 күн бойы әртүрлі мөлшердегі ақш долларын айырбастау арқылы қолымызға тиетін теңгенің мөлшерін есептеп көрейік. Долларды теңгеге айырбастаудың қарапайым формуласын бірінші ұяшыққа жазамыз. Ол үшін Е ұяшығына әуелі теңдік белгісін қоямыз, одан кейін С3 көбейтілген D3 формуласын енгіземіз және Enter батырмасын басамыз. Және әдеттегідей бірінші ұяшықты белгілеп, оның астыңғы жағындағы бұрышынан тінтуірмен қысып ұстап, төмен қарай тартамыз. Мінекей оқушылар, біздің тапсырмамыз орындалды. Дәл осылай Excel бағдарламасында практикалық жұмысты жасап көріңдер. Бүгінгі сабақтан біраз мәлімет алдыңдар деп ойлаймын. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.